Сенесіңдер ма? Бірінші ұстап тұрмын осындай смартфонда. Қайткенмен бұл әлем бойынша нарықтағы ең жұқа смартфон. Бүгінгі шолуда Honor Magic V2. Бұл смартфон жиналып тұрғанда 9,9 мм, ал ашылып тұрғанда 4,7 мм. Шын мәнінде видео жеткізе алмайды, бірақ бұл шынымен де жұқа. Басында кәдімгідей сақтықпен ұстайсың, кейін үйреніп кетесің. Өйткені сапа. Қай жағынан қарасаң да бұл жерде ол бар. Қайткенмен бұл флагман. Флагман болғандықтан бұл жердегі жабдықтаушы материалдарда жақсы болу керек. Тексеріп көрейік. Алдымен әрине дисплей. Ол мында екеу. Негізі бұның бір жағын смартфон, бір жағын планшет десек те болады. Екі жағынан да дисплей көзге жағымды. Шим реттегіш бар, 2500 нит жарықтық, экран жиілігі 120 Гц. Екі сөзбен айтқанда керемет. Қалағаныңызша бүктеп, ұнаған форматта жұмыс жасай аласыңыздар. Қайткенмен бұл смартфонның бағасы енді айтарға тұрарлық. Флагманның аты флагман. Процессор мында Snapdragon 8-дің екінші ұрпағы. Жалпы нарықтағы мықты процессор. Honor Boost технологиясымен жабдықталған. Жалпы мен бұны 2-3 сағаттай қолдандым. Маған ұнады. 120 Гц пен еш қатусыз өзінің әдемі жұмысын атқарып жатыр. Алдыңғы камерасына келсек, мында негізгі камерада, кең түсіретін камерада 50 мегапиксель, телевик 20 мегапиксель. Фронталды камера мында 16 мегапиксель, екі дисплейде де орналасқан. Батареясы 5000 мАч. Жай батарея емес, кремний көміртегінен жасалған. Мен әрине химиядан мықты емеспін, бірақ менің зерттеген ақпаратым бойынша бұл бірнеше есе жеңіл және дәл сол сапада қызмет көрсете алады. Әрине тез қуаттау мүмкіндігі бар, өзін жақсы көрсетіп тұр. Әзірше. Қорытындылай келсек, смартфон шынымен де ерекше. Қанша жерден жұқа болса да, қанша жерден нәзік көрінсе де, өзіне жауап бере алатын смартфон сияқты. Білмеймін, жеке өзім ұстар едім. Маған ұнады. Сізге де кеңес беремін. Ұстап көріңіз, бұл нәрсені қайткенмен сезініп көру керек. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы мырза, келесі бейнероликтерде көріскенше.